Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүгін жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта одан әрі фиалдармен жұмыс істеп, әрі қарай тілмен жаттықтыратын боламыз. Тойып. Өткен сабақта біздер өттік, яғни үшінші жақтағы жекеше адамға, яғни бір адамға хуа деп айтамыз дедік. Яғни оның фиалы, мысалы, катаба фиалын алсақ, хуа катаба, яғни ол жазды. Яғни өткен шақ ол жазып кетті, яғни ол жазды. Хуа катаба. Екінші жақ екілік адамға айтсақ, мысалы, екі адамға айтсақ, біз айттық хума катаба дедік. Яғни ер адамға, екі ер адамға айтатын болсақ, біздер не дейміз? Хума катаба. Яғни хума екеуі деген, ол екеуі хума катаба жазды. Осылай алиф жалғадық. Яғни екілікті білдіреді осы. Ер тегіне айтылады бұл. Әйел тегіне емес, тек қана ер тегіне айтылады. Екі ер адамға. Хуа катаба, хума катаба. Хума жалпы, хуманы да жазбауға болады. Хума осы катабаның ішінде де бар. Катаба десек, ол түсінікті. Мына алиф сол екілікті білдіреді. Енді бүгін сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді бүгін көпше түрде өтеміз. Яғни хуа катаба ол жазды, бір адам хума катаба ол екеуі жазды, енді олар жазды. Көпше ер адамды қалай айтамыз? Екіден көп. Бүгін сол сабақты бастаймыз. Мысалы, көпше біз оларды қалай айтамыз? Хум. Біз білеміз хум. Хум к т хум катабу. Катабу, яғни біз соңына уау әрпін жалғаймыз. Мына уау деген, яғни көпшілікті білдіреді. Көпше деген. Екеуден жоғары болса, уже ол көпше түрі болады. Хуа катаба, ол бір адам жазды. Хума катаба, ол екеуі жазды. Ал және хум катабу болса, олар жазды. Яғни көпше, екеуден жоғары. 5, 10, 100, 1000 деген сияқты. Екеуден жоғары болса, ол уже хум болып саналады. Хум катабу. Жалпы негізгі форма бізде основасы дейміз ғой. Негізгі базысы, яғни жаңа неден словардан сөздіктен қараған кезде біз база осы болады негізгі. Фиал мадидың, яғни үшінші жақтың жекеше түрімен қараймыз. Фиал мади үшінші жақ жекеше түр ертегінде. Осылай іздейміз. Осы форманы тек өзгерте береміз. Бұл ол жазды үшінші жақта. Енді осыны екілікке айналдырсақ, катаба деп алиф жалғадық. Енді оны катабаны көпшеге айналдырғымыз келсе, катабу деп өзгерттік, уау жалғадық. Және бұл алиф жалғадық. Негізгі мына уау осы көпшілікті білдіреді. Хум катабу. Бүгін осы көпшілік, яғни көпше фиал мадидің, яғни көпше түріне, ертегінде көпше түріне сөйлем құрап, ары қарай тілмен жаттықтыратын боламыз. Қалай айтамыз? Олар, яғни көпше түрі, олар, жалпы ер адамдар, олар көпше кітап оқыды және газет оқыды деп қалай айтамыз? Әдеттегідей мен қазақшасын жазып, қазақшасын айтып, арабшасын жазып болғанша, сіздер өз-өзіңізді дауыстап арабшасын айтуларыңыз қажет, міндетті түрде. Фиалдан бастаймыз. Олар оқыды, яғни олар оқыды деген көпше түрде қалай жазамыз фиалды? Қороа бізде білеміз, ол қороа деген жекеше түрде. Енді соны көпшеге айналдырсақ, қоро у. Қоро у. Қорау. Олар оқыды. Нені? Кітап. Әл-китап. Және уа
газет. Аль-Джарида. Қараул китабы вәл жарида. Олар кітап оқыды және газет оқыды. Қараул китабы вәл жарида. Келесі сөйлеміз қалай айтамыз? Олар менімен араб тілінде сөйлесті, яғни олар сөйледі менімен араб тілінде деп қалай айтамыз? Олар яғни менімен араб тілінде сөйлесті, яғни олар араб тілінде сөйледі менімен. Фиал жазамыз бірінші. Сөйлеу фиалын, сөйледі деген фиалды көшеттерге айналдырып. Тәкәлләму. Олар сөйледі. Тәкәлләму. 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 Араб тілінде. Би. Биллуға. Биллуғати. Аль-Арабия. Биллуға тіл. Араб тілінде, яғни Аль-Арабия. تكلموا باللغة العربية. من يعني من معي. معي. تكلموا باللغة العربية معي. Олар сөйлесті менімен араб тілінде. Яғни көпші ер адамдар айтып тұрып біздер. Келесі сөйлеміз қалай айтамыз? Олар түсінді сабақты, яғни өте жақсы. Олар сабақты өте жақсы түсінді деп қалай айтамыз? Яғни түсіну фиалін көпшіге айналдырамыз. Түсіну фиалы, яғни фахима. Фахима фиалын көпшіге айналдырсақ, фахиму. Фахиму. Олар түсінді. Нені? Сабақты. Әд-дәрсі. Әд-дәрсі. Жақсы. Джайдын. Джайдын. Өте жақсы. Джайдын жидден. Жидден. Фахиму дәрсі джайдын жидден. Олар сабақты өте жақсы түсінді. Келесі сөйлеміміз қалай айтамыз? Олар ауылға сапар шекті деп. Яғни олар ауылға сапар шекті. Яғни сапар. Алыс ауылға сапар шекті. Біз ол кезде қандай фиалды қолданамыз? Дұрыс, юсафиру фиал. Біздер өттік оны. Мысалы, оның фиал мадыйы біздер білеміз. Юсафиру. Юсафиру. Юсафиру деген, яғни сапар шегу, алыс жаққа, ауылға, қалаға, басқа елге деген сияқты. Енді оның фиал мадыйы бізде қалай болады? Сафара. 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 Юсафиру деген, яғни фиал мудори, осы жақ, олар сапар шегіп жатыр деген. Бізге фиал мады керек. Яғни бізге фиал мады керек. Сафара деген. Біздер мысалы сөздіктен қараған кезде біздер юсафиру деп іздемейміз. Біздер сафара деп іздейміз сөздіктен іздегенде. Осы сафарадан біздер фиал мудори шығарамыз. Юсафиру деп. Сафара деген, яғни сапар шегу, бір жаққа, алыс жақтарға сапар шегу, елге, бір алыс ауылға, қалаға. Сафара.
Енді осының біздер сафараны фиал мадидің көпшесіне қалай аударамыз? Яғни олар сапар шекті. Сафара деген бір адам сапар шекті, ал олар сапар шекті десек, біздер қалай айтамыз? Сафа сафару сафару. Вот. Яғни сафару. Олар сапар шекті. Енді қалай айтамыз? Олар ауылға, яғни алыс ауылға сапар шекті деп. Олар сапар шекті. Сафару 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 иля сафару иля. Яғни ертемен кетті. Олар сапар шекті, ауылға ерте кетіп қалды, яғни сапарға ерте шығып кетті деп қалай айтамыз? Сафару ил қария, әл қария ауыл, қария. Сафару ил қария, ертемен кетті, яғни олар мубаккиран. Ерте, қалай болады? Мубаккиран. Сафару ил қарияти мубаккиран. Олар ертемен ауылға сапар шекті, ауылға кетті, яғни. Тойып келесі сөйлеміміз қалай айтамыз? Олар ойын алаңына, яғни стадион, жаңа футбол ойнайтын жер болсын, жалпы ойын алаңына кеш кетті деп, яғни кеш шықты, ол жаққа кеш барды деп, кеш кетті деп қалай айтамыз? Олар кетті. Захабу захабу иля ذهبوا إلى الملعب، يعني ойнайтын жер الملعب. الملعب الملعبي. ذهبوا إلى الملعب كش متأخرا متأخرا. ذهبوا إلى الملعب متأخرا. олар ойын алаңына кеш кетті, кешігіп кетті, яғни. Келесі сөйлеміміз қалай айтамыз? Олар институтта оқыды, яғни бұрында олар институтта оқып кеткен, яғни олар оқыды. Дарасу қайда? Фил джамия. Олар оқыды. Әл джамия. Дарасу фил джамия. Олар бұрын, яғни олар жалпы институтта оқыды. Өткенше. Тойып келесі сөйлеміміз қалай айтамыз? Олар, яғни сапар шекті қалаға, мысалы басқа бір қалаға, яғни машинамен сапар шекті деп, яғни машинамен шықты сапарға, машинамен барды, яғни алыс бір қалаға, қалай айтамыз? Олар жаңа сапар шекті барды. Сафару 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 إلى المدينة. قلا إلى المدينة. سافروا إلى المدينة. қалай? Яғни немен кетті?
машинамен кетті. Биссайяра. Биссайяра. سافروا إلى المدينة بالسيارة. Олар яғни қалаға, бір ауыл, алыс қалаға немен кетті? Машинамен кетті. Машинаның көмегімен кетті. Тойып, басынан бастап бір оқып шығайық, сосын сіздер де пауза қойып бір оқып шығыңыздар. Тойып. قرأوا الكتاب والجريدة. تكلموا باللغة العربية معي. فهموا الدرس جيدا جدا. سافروا إلى القرية مبكرا. ذهبوا إلى الملعب متأخرا. درسوا في الجامعة. سافروا إلى المدينة بالسيارة. яғни бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, бүгін біздер өткен сабақ, яғни тақырып фиал мадидің көпше түрі, яғни ер адамдарға қатысты үшінші жақтағы. Яғни ол десек, ол бірінші жақ, ол екеуі, яғни екілікке арналады. Ол деген, яғни үшінші жақтағы ертегі, жекеше түрдегі ертегі. Ол жазды, ол оқыды, ол барды десек, үшінші жақтағы фиал мадидің жекеше түрі. Екілікке үшінші жақтағы ер адамдарға ол екеуі десек, кәтәбә деп біз айттық, алиф қосамыз дейміз. Енді бүгінгі тақырып болған, яғни олар көпше ер адамдарға үшінші жақтағы көпше түрге қалай айтамыз? Хум, мысалы, кәтәбу, яғни вау қосамыз, яғни көпшілікті білдіреді осы. Хумды жазбауға да болады, яғни хум жалпы мына кәтәбу деген сөздің ішінде бар. Тойып, осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Баракаллаху фикум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.